Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, каналға жазылып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Қайғы. Басыңа қайғы келсе, қапа болма, тарылып, назаланып шықпа діннен. Болмайды түн күндізсіз, күндіз түнсіз, ай кірсіз деген сөз бар Құдай мінсіз. Шаттық пенен қапалық кезек нәрсе, бірінен соң бірі бар артық кемсіз. Мәшһүр Жүсіп. Кейде адам баласы өмірінде ұшыраған әртүрлі келеңсіз оқиғаны, сәтсіз жағдайды ұмыта алмай, өзін іштей кеміріп, үнемі қайғырумен болады. Өткен өкінішті оқиғаларды жиі еске алып, жан жарасын тырналып, қайта қаната береді. Таңның атысы, күннің батысы өзін және айналасындағы жан біткенді кінәлаумен, жазғырумен болады. Әттең, олай жасамағанында бұлай болмас еді. Бұлай жасағанында басқаша болар ма еді деп ақылеп-өкілеп бар уақытын өкінішпен өткізеді. Өткеннің ықпалынан шыға алмай бүк түсіп жатып қалады. Еш нәрсеге зауқы соқпайды. Қайғының иіріміне ілігіп терең тұңғиығына батады. Бір қайғыны ойласам, 100 қайғыны қозғайды демекші. Мұндай күйдегі адамдар тек өткен шақпен өмір сүреді. Торығып күйзеліске ұшырайды, денсаулығынан айырылады. Тат темірді шірітетін секілді қайғы да адамды кеміреді. Бір байқағаным, жолы болмаған адамның көбі өткен шақпен өмір сүретін, кешегі өткен өкінішті ұмыта алмайтын жандар екен. Өйткені олар өз мүмкіншіліктерін өткен шақтың жібімен тұсап, арқанымен байлап тастағандар. Өткен жылдары бір досымның інісі жүрек талмасынан бақилық болды. Ол бала бір жыл бұрын ата-анасына үйленуге ниеті барын айтқан екен. Бірақ әкесі мен анасы, балам, әуелі докторлық диссертацияңды қорғап ал, сосын үйлене жатарсың деп кейінге қалдырыпты. Марқұмның жаназасына бара алмадым. Анасы Алматыға келгенін естіп, үйге шақырып көңіл шайы бердім. Ол кісі қатты қайғыда екен, көңілі күпті. Бәлкім баламның үйленуіне қарсы болмағанымда тірі қалар ма еді деп өздерін кінәлап отыр. Әрине, баласынан айырылу кез келген ата-анаға ауыр, көңіл қайғырады, жүрек жылайды. Бірақ өзін кінәлағанмен жарасы жазылмайды. Қайғы жан дүниесіне тереңдесе, адам күйзеліске ұшырап, соңында түрлі дертке шалдығуы ықтимал. Ешбір адам өз баласына жаманшылық тілемейді. Тағдыр деген бар. Адам баласы болашақта не күтіп тұрғанын болжай алмайды. Үйленіп алып күйбең тіршіліктен ғылыми жұмысы айда, өзі сайда қалып жатқандар жетерлік. Сол сияқты әуелі ғылыми зерттеуін қорғап алып, сосын үйленіп бақытты болып жатқандар да аз емес. Сондықтан жақсы ниеттен туған шешімге өкінуге болмайды. Жазмыштан озмыш жоқ деген қағиданы жүрегіне иман етіп бекіткен халықпыз. Пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Басыңа қандай да бір іс, қиыншылық, қайғы келсе, мен былай істегенімде басқаша болар еді деп айтпағын. Керісінше, Алланың жазғаны, қалағаны болды деңдер. Әттең, бұлай болғанда анандай болатын еді деген сөз шайтанға жол ашады делінген. Хадисін айтып жұбатуға тырыстым. Расында да, қайғының емі адамның ішкі сенімінде, берік иманында, терең дүние танымында. Ең әуелі мынаны мойындауымыз қажет. Адам баласы пенде. Барлық нәрсе біз ойлағандай бола бермейді. Тағдырдың бұралаң бұрылысында не күтіп тұрғаны беймәлім. Оқиғалар қалай өрбитінін білмейміз. Кездейсоқ ұшырасатын қайғылы жағдайлар да тағдырымызда жазулы. Кейде саналы түрде қабылған шешімдеріміз қате болып, көкірегімізді күдікке, көңілімізді өкінішке итермелейді. Адам баласы қанша жерден дұрыс шешім қабылдадым десе де, сол сәттегі көңіл күйімен тап болған жағдайлар тікелей әсер етпей қоймайды. Дәл осы сәтте адам баласы өзін кінәлауды доғарып, бір мезет пенде екенін ұғынуға тиіс. Сынақ әлемінде екенін ұмытпасын. Біздің қайғымыз біреулер үшін шүкір ететін жағдай болуы да мүмкін. Мына дүниеде жоғалтқанымызды ана дүниеде табатынымыз да сөзсіз. Қателік кеткен болса, Алладан кешірім сұрап оны түзетуді, оқиғадан сабақ алып қарекетке көшу ләзім. Көңілге медет, кешірімді де рақымды жаратушымыздың бар екендігі. Мына дүниеде жіберген олқылықты тәубе арқылы түзеуге мүмкіншілік мол. Қайғыға сабыр етсең, оның таудай сабыры бар. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай дейді. Мұсылманның жағдайы қандай ғажап. Бұл тек Аллаға шынайы бойсұнған кісіге ғана тиесілі. Оның басына қуанышты жағдай орнаса шүкір етеді. Бұл сонда оған қайырлы болды. Ал басына қиыншылық түссе сабыр етеді. Нәтижесінде бұл да оған сауап болып қайтады.
Барлық жақсылық пен жамандық Алланың рұқсатымен ғана жүзеге асады. Құранның Тахабун сүресінде басыңа келген әр пәлекет, кез келген қиыншылық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кімде-кім Аллаға шынайы иман келтірсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа, тура жолға салады. Алла бүкіл нәрсені біледі делінген. Дүниенің біз білмейтін сырлары көп. Тағдырға иман жанымыздың сусыны. Кейбір ұнамаған істердің артында біз ойламаған жақсылықтар тұруы мүмкін. Артынан қанша жүгірсек те жүзеге аспай қалған істер біз үшін қайырлы болуы бек мүмкін. Егер өміріңе сынақ келсе, менің басыма неліктен қайғының қара бұлты үйірілді деп түңілме. Мұндай жағдайға тап болған жалғыз сен емессің. Алланың ең сүйікті құлы пайғамбарлар падишасы Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның тұл жетім өскенін, өз қолымен алты бірдей бауыр еті баласын қара жердің қойнына тапсырғанын біл. Әбдімұталиптің жетімінен басқа пайғамбарлыққа адам табылмай қалып па дейтін қорлық сөздерді естіген ұмытпа. Бірақ барлық қиыншылық кетті, сынақ бітті. Соңында әлемге нұрын шашып ислам діні, Алла елшісінің ізгілікке толы ғибратты ғұмыры қалды. Олай болса, сенің де басыңа түскен жайсыздық өтеді. Өмір бір қалыпта тұрмайды, ғұмыр бір сыдырғы болмайды. Түзуі болған секілді қисығы да ұшырасады. Сөзсіз қиыншылықпен бірге жеңілдік бар. Күмәнсіз ауырлықтан соң жеңілдік бар. Құранда қатар келген бұл екі аятта қиыншылықтан соң жеңілдік болатындығы білдірген. Ендеше, қақаған қыстан кейін жаймашуақ көктемнің келетіндігі, тас қараңғы түннен кейін бозарып таң ататындығы, алай-дүлей дауылдан соң тыныштықтың орнайтыны қандай заңдылық болса, қиыншылықтан кейін де жеңілдіктің жететіндігі сондай ақиқат. Бастысы, сабыр мен дұғаны қару етіп, үмітсіздікке түспей, қолдан келер әрекеттерді орындауымыз керек. Нәтиже Алладан. Өмірде кездесетін кез келген қиыншылықтың бізге ұнамаған оқиғалардың астарында ғұмырлық ғибрат бар. Рухымыздың кемелденуі, мінезіміздің ширауы бар. Қайғырған жан, дүниеде жоғалтқаныңның орнын Алланың өзі толтыратындығын әсте естен шығарма. Құдси хадисте Алла тағала құлымның жанарын алып сынағанда, құлым оған сабыр етсе, оның орнына ақыретте 1001 жақсылыққа толы жұмағымды тарту етемін деп сүйіншілеген. Мына дүниеде түрлі қиыншылыққа сабыр етудің қарымы ретінде жұмақтың төріне жайғасқан құлдарына сабыр еткендерің үшін Алланың сендерге тыныштығы мен есендігі болсын. Осынау ақырғы ақырет мекені қандай керемет деп ілтипат білдіріледі. Әке-шешенің, туған бауырдың және басқа да қимас адамдардың бұл дүниеден қайтуы кез келген адамның, әсіресе бүлдіршіндердің нәзік жүрегіне ауыр соққы. Мұндай ауыр қайғының орнын тек қана сол сүйікті адамдарымен қайта қауышуға, ақыретке қайта тірілтуге деген иман ғана толтырады. Ақыретте бұл дүниеден өткен сүйікті адамдарымен қайта табысып, қайта қауышатынына иланған кез келген адамның жүрегі орнына түсіп, солған гүлі қайта тіріледі. Иманы кәміл жандар бұл дүниедегі қимасының қайтқанын естіген сәтте, күмәнсіз біз ұлы жаратушымыздан келдік, әрі ұлы жаратушымызға қайтамыз мағынасындағы аятты көкейіне түйіп, Құранда мақталған сабыр нәрін жүрегіне қорек етіп, қимасына деген ыстық сезімі мен сағынышын ертеңгі ақырет күніндегі қауышуға, мәңгілік өмірге аманаттайды. Адам өмірдің өзегіне көңіл бөліп, өмір сүрудің түпкі мәнін, ұлы мұрат пен биік мақсатты түсінгенде көптеген проблеманың шешімі оңай табылады. Уақытша дүниенің қысқа өлшемдерімен барлық проблеманы шешу оңай емес. Тағдырға иман мен ақыретке деген сенім осындай қиын сәттерде адамды адастырмайтын жалғыз ақиқат, теңдессіз күш. Көбіне адам әдеттенген жолымен жүріп үйренген есігінен кіріп шығып жүре береді. Басқа жолдар мен өзге есіктердің бар екендігіне назар да аудармайды. Сүрлеусіз өмірде өзін қауіпсіз сезінеді, ал алдыңда шыққан әрбір қиыншылық өзгерістің уақыты келгендігінің ишараты һәм жаңа есіктердің ашылуы үшін саған берілген зор мүмкіншілік екендігін ұмытпа. Бұл кәсіпте де өмірде де солай. Бітпестей көрінген қайғы-мұң төбеңнен жаңбырша жауады. Бірақ ғажайып жеті реңмен боялған әсем де әдемі кемпір қосақ та жаңбырдан кейін пайда болатындығын ұмытпа.